Не все говорят по-казахски. Я не буду вообще учить. Изучай русский язык, станешь человек. Я казашка, и так получилось, что я выросла и не знаю казахского языка. В общем, не будьте мамбетами, и если вы видите, что человек не понимает казахский язык, не нужно чисто принципиально с ним разговаривать на казахском. Казахский, казаха вообще не было. Казахи это китайцы. Что, спросишься, может? Нет. Иди сюда. На казахском сколько часов разговариваете? Вообще знаете казахский язык? 50 на 50. 50 на 50? Так? Да, шалах казах. А сіз қазақша білесіз ба? Понимаете казахский язык? Казахский понимаю, но разговариваю. Ну, не разговариваете, да? Қазақша білмейсіз. Казахша білем, бірақ сөйлемеймін. Қалай сен орыстың арқасында адам болдың, айтшы? Мен российский қазақ. Я имею право говорить на том языке, на котором мне удобно. Сен немене деп тұрсың? Мен сені ұққан жоқпын. Не деп тұрсың сен маған? По-русски говори. Орысша мен білмеймін, ал не істейсің маған? Говори. Не істейсің сен маған? Не істейсің? Борзелся. Я... Что ты на русский сказал? Что ты на русский сказал? Все. Какой против моей нации что-то имеете? Что значит на Джейляо? Что такое Джейляо значит? А что, водоворот ничего не значит? Нет. Қазақтарға қазақша сөйлеуіңіз керек. Түсінесіз бе, сізге? Қайда қарасам орысша. Қайда қарасам орысша. YouTube ашам орысша контент көп. Мен алатын ақпараттардың басым бөлігі кітаптар, сөрелерде орысша көп. Енді балам көріп отырады. Қазақша тауып берейін десем аз. Ақпараттық порталдарды ашам орысша тұрады. Таңдайын десем, қазақша көрейін десем, ішінен қазақшаны таңдап алуым керек та. Банкомат ашам, қазақша таңдап алуым керек. Төлем жасағым келеді, қазақша таңдап алуым керек. Неге мен қазақша туып өскен, қазақша сөйлеп өскен, қазақша ғана білетін адам, неге мен өзімнің тілімді, мемлекеттік тіл қазақ тілі болған кезде таңдауым керек орысшаның ішінен? Как по-казахски будут шторы? Без понятия, дружище. Еще не знаю казахского. Не знаю. Я не казах.